сіздер мен құрметті көрермендер, эфирде Шоқан Лайф. Бүгін біз бастауыш сыныптың 3 А сыныбымен қызықты әрі танымды сұхбат жүргізбекпіз. Біздің бағдарламамыздан қалыс қалмаңыздар. Менің атым Мұхтар Омар. Ата-анаңа қандай тілек айтар едің? Қымбатты болсын, әдемі болсын. Анаңды 3 сөзбен сипатташы. Ақылды, мейірімді, әдемі. Менің атым Ишназова Аягүл. Ата-анаңды не үшін жақсы көресің? Өйткені олар менің ата-анам. Менің атым Батырхан. Мектептегі ең жақын досың кім? Нұрада. Менің атым Ақназ. Егер сен мұғалім болсаң, қандай сабақ өткізер едің? Ағылшын. Менің атым Аяна. Сынып жетекшіңнің аты кім? Сапай. Дана Сапай. Менің атым Әмірбек Назия. Үйде сабақ оқуға саған кім көмектеседі? Анам және әкем. Қоңырау уақытында не істегенді жақсы көресің? Сабаққа дайындалу. Менің атым Яткенова Дильназ. Мектептегі ең жақсы көретін пәні қайсы? Әдебиет оқу. Менің атым Ербол Ансар. Сынып жетекшіңе бір тілек айт. Маған жақсы баға қойсын. Менің атым Қабдолла Айдар. Сен қай сыныпта оқисың? 3 А. Мектебіңнің аты қалай? Шоқан Уәлиханов. Менің атым Кенжетай Самжар. Егер сынып жетекшің бір күнге оқушы болса, оған қандай баға қояр едің? 5. Менің атым Хантөре. Сен қай сыныпта оқисың? 3 А сынып. Менің атым Адина. Болашақта қандай маман иесі болғың келеді? Дәуір. Осылайша біздің Шоқан Лайф эфиріміз өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.